Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Тапқан кәсіпорындардың құрылыс пәні бойынша бейне дәріске қош келдіңіздер. Бейне дәрісті жүргізуші Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті пайдалы қазбалар. Өткен 4-ші дәрісте кіріспе бірінші бөлімнің бірінші тақырыбын тау-кен кәсіпорнының құрылысы және жобаландыру жөнінде жалпы мәліметтер, 3-ші тақырыпшасын жобаларды қарастыруға арналған алғашқы және нұсқалық материалдар, жобаларды құрастыру тәртібін қарастырған болатынбыз. Бүгінгі 5-ші дәрісте кіріспе бірінші бөлімнің бірінші тақырыбын тау-кен кәсіпорнының құрылысы және жобалардың жөнінде жалпы мәліметтер, 3-ші тақырыпшасы жобаларды құрастырудың тәртібін қарастырамыз. Жобаларды құрастыру тәртібі бұрынғы КСРО-да 1980-90 жылдары жобаларды құрастыру тәртібі жобасы металық істі онан әрі жақсарту шаралары туралы үкіметтен 1981 жылғы қаулысымен, сондай-ақ көмір өнеркәсібі бойынша бұйрықпен анықталған болатын. Осы құжаттарға сәйкес министрліктер мен ведомстволар мыналарды әзірлеуге мүмкіндікті берді. Халық шаруашылығы салаларын және өнеркәсіп салаларын дамыту және орналастыру схемаларын, өндіргіш күштерді дамыту және экономик күштер аудандар бойынша орналастыру схемаларын. Бұл схемалар кемінде 15 жылға әзірленген және әрбір 5 жыл сайын оларға қажетті нақтылар енгізілген және жаңа 5 жылдыққа қайта қарастырылған. Схемаларды салаларды дамыту міндеттері және негізгі көрсеткіштері анықталынған. Экономикалық аудандарда табиғи ресурстарды кешенді пайдалану және салалық пен аумақты дамытуды ұтымды үйлестіру көзделінген. Осы схемалардың құрамында кәсіпорындар мен ғимараттарды жобалаудың, салудың, қайта құрудың, немесе кеңейту мақсатқа сәйкестігін негіздейтін қажетті есептеулері бар материалдар әзірленген. Сондай-ақ құрылыстың есептік құны және объектілердің басқа негізгі техник-экономикалық көрсеткіштері анықталынған. Белгіленген тәртіпте бекітілген схемалар күрделі құрылыс жоспарларын, жаңа басталатын құрылыстар тізбелерін кеңейту көзделген қолданыстағы кәсіпорындардың ғимараттар тізбелерін, сондай-ақ жобалау іздестіру жұмыстарының 5 жылдық жоспарлы құрамында бекітілген әзірленетін жобалар тізбелерін дайындау үшін пайдаланған. Жобалау, яғни іздестіру жұмыстарының 5 жылдық жоспарлары тізбелерінде енгізілген, сметалық құны 3 миллион сом және одан да жоғары кәсіпорындар үйлер мен ғимараттар бойынша жобалау іздестіру жұмыстарының титулдық тізімдері республикалардың министрліктерімен және ведомстволарымен және министрлер кеңестерімен, ал сметалық құны 3 миллион сомнан кем құрылыстар бойынша республикалардың министрліктерімен және ведомстволарымен және министрлік кеңестерімен белгіленген тәртіпке байланысты бекітілген. Жоба сметалық құжаттаманы әзірлеу мерзімдерін және көлемдерін қысқарту мақсатында кәсіпорындарды, үйлерді, ғимараттарды жобалау не бір, не екі сатымен жүзеге асырылады. Бір сатымен құрылысы үлгілік және қайта қолданылатын жобалар бойынша жүзеге асырылуға тиіс кәсіпорындар, үйлер мен ғимараттар үшін, сондай-ақ техникалық күрделі емес объектілер үшін құны жиынтық сметалық есептелген жұмыс жобасы. Екі сатымен басқа құрылыс объектілері, соның ішінде ірі және күрделі объекттер үшін құны жиынтық сметалар есептелген жоба және сметалары бар жұмыс құжаттамасы. Жобаларды әзірлеу, халық шаруашылық салаларын және өнеркәсіп салаларын дамыту және орналастыру схемалары бойынша, сондай өндіргіш күштерді дамыту және экономикалық салаларды және одақтар республикалар бойынша орналастыру схемалары негізінде тікелей жүзеге асырылған. Жобаларда инженерлік іздестірулер және нұсқалық пысықтаулар ескеріліп, орналасқан орындары, жобалық қуаты, құрылыстың құны және аталған схемаларын әзірлеу кезінде
анықталынған басқа техника экономикалық көрсеткіштер нақтыланған. Жеке ерекше күрделі объектілер бойынша жұмыс құжаттамасын құрастыру кезінде жобалау ұйымы жобалау материалдарын нақтылайтын қосымша пайымдауларда жүзеге асырылады. Құрылысты кезекпен жүзеге асыру көзделген. Сондай-ақ кәсіпорындар мен ғимараттарды жобалауға объектінің бас жоспары және оны дамытуға құрылыс құнын есептеу құрастырылған және кезектегі жобаның құрамына енгізілген. Кейінгі кезектегі жобаларды объектінің бас жоспары схемасының негізінде әзірленеді және белгіленген тәртіпте бекітіледі. Аса ірі және маңызды кәсіпорындар, үйлер мен ғимараттар құрылысының жобалары міндетті түрде министрлер кеңесімен және сәйкес жалпы одақтық ведомстволармен және республикалардың министрлік кеңесінде бекітілуге тиесілі болған. Осы объектілер тізбелерін мемлекеттік комитет, мемлекеттік құрылыс жыл сайын КСРО министрлік кеңесіне ұсынған. Толық дамытуға сметалық құны 3 миллион сомнан кем құрылыстар жобалары сараптамаға жатады. Көмір өнеркәсібі министрлігі басқаларымен бүкіл одақ және өндірістік бірлестіктермен бекітілген. Кез келген ірі инженерлік ғимарат сияқты көмір кәсіпорындарының құрылысы жалпы одақтық және республикалық министрліктермен немесе министрлер кеңесімен, бірлестіктермен, министрлік басқармаларымен бекітілген жобалармен сметалар бойынша жүзеге асырылған. Көмір өнеркәсібі кәсіпорындарын жобалаумен ондаған жобалау институттары және конторлары айналысқан. Олардың міндетті шахта құрылысшыларын сапалы жобалық сметалық құжаттамалармен дер кезінде қамтамасыз етуден тұрады. Көмір шахталарын жобалау ірі және күрделі жұмыс болып табылады. Шахтың жобасы көбінесе оның болашақ пайдалану қызметін негізгі экономикалық көрсеткіштерін, ауқымдарын және күрделі салымның тиімді құрылыс мерзімдерін және салу жинақтау жұмыстарын автоматтандыру және механикаландыру мүмкіндіктерін және басқа да жұмыстарды алдын ала анықтай алады. Ұсынылған әдебиеттер Тау-кен кәсіпорнының құрылысы, авторлар Қамар Байдарова, Қарағанды баспасы, жер асты тау-кен жұмыстарын пайдалану қазбаларын жүргізу технологиясы, авторлар Қамар Әбеуов, Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің баспасы, 2023-253 беттен тұрады. Бүгін 5-ші дәрісте кіріспе бірінші бөлім бірінші тақырыбын тау-кен кәсіпорнының құрылысы және жобалану жөнінде жалпы мәліметтерді, 3-ші тақырыпшасының пункттерін жобаларды қарастыру тәртібін қарастырдық. Дәріс аяқталды. Келесі 6-шы дәрісте кіріспе бөлімінің бірінші тақырыбын тау-кен кәсіпорындарының құрылысы және жобалану жөнінде жалпы мәліметтер, 4-ші тақырыпшасын жобалау жұмыстарын ұйымдастыру, қоршаған ортаны қорғауды қарастырамыз. Назарларыңызға рахмет.